Уақыт алға жылжыған сайын ойдың кемесі де жүйрік бола бастайды екен. Жастық шақта жалғанның қызығымен жүріп, көп нәрсенің байыбына бара бермейтініміз жасырын емес. Тәңірдің адам баласына сыйлаған аз ғана ғұмырында өкпелеп қалатын, өкпелетіп алатын сәттер де жиі болады. Өмір мұңнан моншақ тағып, жақын адамдарымыздан алыстатқанда қадіріне жетіп жататынымыз қиын. Ондайда өзегіңді өртеген өкінішке амалсыз ерік бересің. Оған бауырымыз келместің кемесіне мініп кеткенде көзіміз жетті. Адамға 5 күн жалған дүниеде бауыр қымбат екен. Жастай айырылудың салмағы тіптен қиын. Тағдырдың басқа салғаны деп қана көңілімізді жұбатамыз. Бірақ жүректегі орнын ешкім баса алмайтынын ойлағанда жаныңды қоярға жер таппайтының рас. Алыста аяулы қалды олым, аңсаумен күтеді ол да олым. Қалды қапыста қоштаса алмай, мен сені сағындым жан бауырым. Бір жүрген күндерді ұмыта алмай, бір жола өшті ғой үміт арман. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Жүрегім жаным ау күйіп тұрған, анамда айырылдау сүйіп тұлдан. Бауырым соңымнан ере шапқан, сен едің арман жан күйіп қуған. Бір жүрген күндерді ұмыта алмай, бір жола өшті ғой үміт арман. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Жығылдың киігіңе, шыға алмай аңсаған биігіңе. Түсінер бармадым дүниеде, кеудемде қалған бұл күйігіме. Бір жүрген күндерді ұмыта алмай, бір жола өшті ғой үміт арман. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Бір жүрген күндерді ұмыта алмай, бір жола өшті ғой үміт арман. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан.
өмір деген өткінші, ал жақсы адам туралы естелік мәңгілік. Артында жақсы ісі, жұртшылықтың алғысы, бала шағасының бақыты қалған азамат Ахметов Азат Абатұлы дәл сондай жандардың бірі еді. 1991 жылдың 27 мамырында Атырау облысы Индер ауданы Өрлік ауылында дүниеге келген Азат шаңырақтағы 4 баланың тұңғышы, отбасының тірегі еді. Бала кезінен зерек, еңбекқор, жауапкершілігі мол болып өсті. 1994 жылы өзі туып өскен Өрлік ауылындағы Балдәурен балабақшасына барады. 1997 жылы Қабижан Абаханов атындағы орта мектептің 1-ші сыныбына қабылданады. Мектеп қабырғасында білім мен тәртіпті тең ұстады. 2006 жылы 9-шы сыныпта аяқтап, Атырау сервис колледжіне дәнекерлеуші мамандығына оқуға түсті. Колледжді ойдағыдай тәмамдап, өз мамандығы бойынша еңбек жолында бастады. Азат 2011 жылы өмірлік жары Перизатпен шаңырақ көтерді. Олар өмірдің қайғысында, қуанышында тең көруге уағдаласты. Берекелі шаңырақтан Парасат есімді бір ұл, Әмина, Раяна есімді 2 қыз өмірге келді. Отбасы үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алған Азат Абатұлы 3 бірдей баласына қамқор әке, бауырларына қорған бола білді. Еңбек жолында да, отбасылық өмірінде де әрдайым адалдықпен тиянақтылық тұстанды. Теңіз, Ақсай, Қашаған секілді ірі өндіріс орындарында озат жұмысшы ретінде танылды. Жұмысқа жауапты, шеберлігі жоғары, тәжірибелі, қолы алтын маман болатын. Уақыт өте келе жеке цех ашып, түрлі бұйымдар жасап, ел алғысына бөленді. Кәсібін сүйіп, әр жұмысына жанын салды. Азаттың жайсаң мінезі үлкенге құрметінен, кішіге қамқорлығынан мен мұндалап көрініп тұратын. Достардың арасында да беделді, жақындарына әрдайым тірек, елгезек, ақ жарқын азамат еді. Ешкімнің көңілін қалдырмай, жүрекке жылы сөзімен, шынайы, пейілімен мәңгі есте қалды. Білемін, бәрін сездің әке. Асыл айтпаушы едің сөзді қате. Жерлеген күні сені дертті болып, мен түгіл жылап тұрды көктің еріп. Жеткізген 3 баланы қайран әке, асалмай 32 жастан кеттің ау арман болып. Кеп жатты құрдастарын көңіл айтып, тағдырдың жазуына қандай шара қоятын, не қуантып, не мұңайтып. Қайран әке, жастығын тез ұрлатқан, мойым айнала шаққа, көңіліме нұр құйып көзімді ашқан жол сілтеп болашаққа. Айтқан ақыл, салмақты сөзің мақтан, бастаған парасатқа. Жүрміз әлі, жан әке өзің жаққан, жылынып сол ошаққа. Қайран әке, жаны жаз, сөзі көктем. Жүрушек тегер келіп, жүрмін бүгін жақсының көзі боп мен ер жетіп, тегер дерек. Тағдырына ұлғызың төзім еткен, бір Алла берер көмек. Жүрміз әлі, жан әке өзің еккен, еменді көлең келеп. Қапыда келген ажал, жарасымды жанияның қабырғасын қайыстырып кетті. Меңдеген дерт дегеніне жетпей қойсын ба. Азат Абатұлы 2024 жылдың 17 мамырында келместің кемесіне мініп кете барды. Тағдыр басқа салса, пенденің көнбеске шарасы бар ма? Қанша қиналсақ та, қайғының ащы өзекті өртесе де, басқа салғанға көнеді екенсің. Ғұмырыңның ерте көшті көктемі, жаратқаннан әмір келіп көктегі. Азатымыз сағындырып біздерді, 1 жыл бопты сен өмірден өткелі. Татитындай азамат ең асылға, өмір деген жалған екен расында. Қайғымыңнан қан жұттырып қапыда қыршын кеттің 32 жасыңда.
шаңырағында отыратын патша боп, дейді анамыз. Сағындым ғой ағазөк. Тіпті кейде армандайды анамыз, азаттым есіктен кіріп келе жатса деп. Тағдыр таңын тәрк еткен тұлғалым, қара жерді қылдың енді құндағың. Сен кеткенмен өшірмейді атыңды, парасат Амина, Раянадай ұрпағың. Өміріңнің арнасыма артылған, ажал мекен алған әлде алқымнан. Бауыр едік, сағынысып құшардай, бере көрші бізге сабыр күш Аллай. Құрдастарың әлі сені жоқтап жүр, әзілдесіп құшағына қыса алмай. Еске аламыз азаттай нарулды, дұға қылу қасиет қой қадірлі. Бір жылдық қадесіне марқұмның шақырамыз, тума туыс бәріңді.